Рамазан айындағы соңғы 10 күн мұсылман қалаған үшін емес, Алла ардақты еткен үшін ерекше. Алла елшісі, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, Рамазанның соңғы 10 күнінде құлшылықты көп ететін. Хазіреті Айша, оған Алла разы болсын, бұлай деген. Хазіреті пайғамбар Рамазанның соңғы 10 күні кіргенде түнді толығымен ғибадатқа арнайтын. Отбасы мүшелерін оятып әйелдерден бөлек тұратын. Тирмизи жеткізген тағы бір хадисте пайғамбарымыз, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, әдетте Рамазанның соңғы 10 күнін мешітте құлшылық жасаумен оңаша өткізетін. Бір жылы ол олай жасай алмай қалып, келесі жылы мешітте 20 күнін құлшылық жасап оңаша өткізген делінген. Сонымен Рамазанның соңғы 10 күні барлық дұға тілектер қабыл болатын уақыт болғандықтан мына амалдарды жасаған жөн. Ізгі амалдар жасауға ұмтылыңыз. Тура жол әрі жүректерге шипа болған Құран түскен Рамазанның соңғы 10 күнінде пайғамбарымыздың өзі, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, аса ыждағаттылықпен құлшылық қылған. Соңғы 10 күндікте ол, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, өзін түгелімен Аллаға құлшылық етуге арнайтын. Әрине, Алла елшісінің ғибадаты қай кезде де ерекше ынта мен ықыласқа толы еді. Әйтсе де Рамазан айындағы ғибадаттың аса маңыздылығы үшін, әсіресе соңғы 10 күндіктің аса қадірлі болуы себепті. Ол, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, өзінің үмметіне үлгі болды. Пайғамбардың өмірбаянын қайталаңыз. Рамазанның соңғы 10 күнінде сіз жасау керек тағы бір ізгі амалдың бірі пайғамбар, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, өмірбаянын қайталаңыз. Оның Алла жолында көрген қиындықтар мен біздің бақытты өміріміз үшін жасаған ерліктері, құрбандықтары, сахабалардың құлшылықтары сізді өз құлшылығыңызда өсуге итермелейді. Исламның құндылығын онан сайын түсіне бастайсыз. Пайғамбарға, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, махаббатыңыз, құрметіңіз арта түседі. Құранға деген құлшынысыңызды оятып, кейбір аяттарды тереңірек түсінетін боласыз. Пайғамбарымыздың, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, Рамазанның соңғы бөлігінің түнін құлшылықпен өткізуінің тағы бір себебі, тақ түндерінде қадір түнін іздеу еді. Себебі, қадір түнін шын иман келтірген әрі, сауаптан үміттенген халде өткізген пенденің бұрын істелген күнәлары кешіріледі. Құранмен дос болыңыз. Алла тағала бұйырады. Рамазан айы адамдарға жол көрсетуші, хидаятты түсіндіруші және пен жалғанды ажап етіп Құран түсірілген ай. Олай болса, Рамазан айын көргендер оразаларын өтесін. Хафиз ибн Ражаб, Рамазан айында түнгі намаздарды оқығанда пайғамбар, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, Құранды ырғақтап оқитын, және мейірім туралы аят оқыса, оны тілейтін, азап туралы аят оқыса, одан Аллаға сиынып пана сұрайтын. Осылайша ол намаз бен Құранды, дұға мен зікірді бірге жинаған. Бұл Рамазан айының соңғы 10 түнде және басқа түндері жасалатын ең жақсы әрі ең кемел іс болып табылады дейді. Рамазанда 4 істі көбейтіңдер. Оның екеуімен Раббыларыңды разы етсеңдер, екеуі сендерге міндетті. Раббыларыңды разы ететін екі іс, хақ тағаладан өзге тәңір жоқ деп куәлік ету, және көп истиғфар айту, яғни күнәсі үшін хақ тағаладан кешірім сұрау. Істелу міндетті болған екі амал. Хақ тағаладан жәннатқа кіргізуін сұрап, тозақтан пана тілеу. Ораза ұстағанға су бергенді хақ тағала қиямет күні менің хауызымнан сусындатады. Кейін ол жәннатқа кіруге дейін шөлдемейді деді. Ихтикаф жасауға ұмтылыңыз. Ихтикаф бір жерде тұру, күту және өзін сол жерге қамау деген сөз. Фиқ терминінде мешітте ихтикаф ниетімен белгілі бір уақыт тұруды білдіреді. Айша ибн Омар Әнестің риуаяттарында былай дейді. Алла елшісі Мәдинаға келгеннен кейін көз жұмғанға дейін Рамазанның ақырғы 10 күнін ихтикафпен өткізетін. Ихтикафтың мақсаты адамның оңаша қалып шынайы ықыласпен Аллаға бет бұруы, оған жақындауға тырысуы. Мұның ең аз мерзімі 1 күн. Ихтикаф мешітте болуы керек. Қадір түнін құлшылықпен қарсы алыңыз. Қадір түні Құранның жер бетіне түсіріле бастауымен нұрланған кеш. Періштелердің келуімен нұрланған кеш. Раббымыздың есендігі таратылған кеш. Раббысына жүзін бұрғандарға илахи мейірім нөсерлетіп жауған кеш. Қадір түнінің осы ерекшелігінің себебінен пайғамбарымыз, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын,
оны Рамазан түндері арасынан арнайы іздеген және үмбетіне де іздеуді бұйырған. Қадір түннің кешіне аман есен жетіп, құлшылығы мен ықыласы сол түнге сай келген адамның бағы беселі. Себебі Алла елшісі, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, кім қадір түнін Аллаға иман келтірген және сауабынан үміт еткен күйде намаз оқып өткізсе, оның алдыңғы күнәлары кешіріледі деген. Яғни, күнәлардың кешірілетін айында және күнәлардың кешірілу нығметіне толы қасиетті түнде көбірек дұға жасауға, құлшылығымызды арттыруға тырысуымыз керек. Күнә жасауда емес, Аллаға көбірек құлшылық жасауда, адамдарға жақсылық жасауда жарысуымыз керек. Міне, бұл Рамазанның соңғы 10 күнінде мұсылманға қажет кейбір тұстар ғана. Бастысы, ұмтылыңыз, Алла тағала ықыласты болған амалдың сыйын міндетті түрде береді. Алла баршаңызға сүйген құлдарының қатарынан болуға жазсын.